Егін дегендер қамын жегендер. 9-нчы базаға кеттік пе? 9-нчы базаға кеттік. Орын жоқ е. Алып кетті. Молодец болды. Дұрыс болды. Анау алып кетті. Сидір алып кетті. Орын бар не? Бір кісіге сияды. Бір кісі сияды. Жинала қалыңдар. О, молодец, мынау тоқтай қалды. Ой, мынау бос екен е, анаған отырып жүр көбі. Мынау жылжыққа қазайын. Артына бекер кірдің. Мен айыл адамдарда жүрейін. Айыл адам. Молодец, айыл адамдар патриот негізі. Группадан бұғып жататын жігіттерінен қарағанда осы кісілер мықты не? Иә, дұрыс айтасың. Осы көп аналар. Түнімен шуладық қой группадан. Кейбіреу қашып кетті группадан. Мына видеоларды көріп алды да талай зыт қойды ғой. Яғни алды, дұрыс болды. Ешкім жаяу жүрмейді. Талайын алып кетті. О, жаяу алыс екен бұл. Конечно, алыс емегенде. Шығарыңдар Қытайлар деді қойшы. Пока сабыр сақтаттыңыз дейді. Өз еріктеріңмен ашыңдар да қойшы. Ана, жігіттер, бұлай, әңгіме бұлай, жігіттер. О, міне, мұна Ерке болан тыңдық. Саяси сауат солайды. Мен сендерге талап қоям, осымен жүрек. Қазір әкім бізге талап қойды ғой, кездесем деп. Біз сол жерде талапты орындаймыз. Қазір мынау жеке объекті. Мынаны қазір есігін шағып кіретін болсақ, қай азамат міне бәрі түсіріп тұр, міне ішкі істер органдары тұр. Іс қозғалады. Ол жерде мынандай болады, халық кішкене тыңдаңыздар. Мен өз журналист сіздерге саяси әдемілігін айтып. Дұрыс. Сағат 12-де қазір облыс әкіміне талаптарыңыз біреу ғой, шекарадан ешкімді өтпейді. Сол жерде қоясыздар. Одан кейін ол талапқа қандай жауап береді, сол жерде тыңдайсыздар. Одан кейін міне мәселе сіздерге. Егер мына шекарадан өтті, кіргізілді деген мәлімет болса, халық мәдени түрде мынаның ішінен сіздерде мынандай талаптарыңыз бар, қоя аласыздар. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде. Қанша Қытай отыр мынаның ішінде азаматы, қанша Қазақстан азаматы отыр. Міне жерге компанияның басшысы шығып, есік іштенке чақпай, талап бойынша қағазбен официально айта алады. Бәлембай Қытай отыр, Түгенбай Қытай отыр, Бәлембай Қазақ отыр. О, қағаз отыр ғой. Сендер тыңдаңдар, мынаны чағып бұзып кіргеннен сендер. Қазір 12-де облыс әкімінің талап, сендер талаптарын өтірік айтса, бас сол жерде мысалы халық нөтір тұр, әйел тұр, бәрі тұр. Біз шекарадан ешкім кіргізбейміз деп талап қойсақ, ол кісі бой бермейді. Өзі алдап жатыр ғой халық. Мен сіздерге айтайын, мынаны жұлқылап, мынаны тартқылап, ішіне ең кеткеннен сіздерге мен өз басым шын айтам. Түк пайда жоқ. Қазір сотрудниктер бар. кіріп көрейік. Екі адам кірсін. Он адам кіргіз. Екі адам өтір ғой, 10 адам кіргіз. Бастықтардың визасы Басқыншылық емес. Кірейік 10-15 адам бірақ. Санаймыз. Ал енді маған аз ғана уақыт керек. Мен қазір үкімет басшысымен сөйлесем, қай уақытта мына 42 кісіні біз Қытай жаққа жібереміз. Міне дұрыс. Мәселе осы болып тұр ғой. Шекарадан Бүгін шықсын деңіз. Тоқтайды. Енді ол халықаралық қарым-қатынас мүмкін 1-2 күн көре. Осы жерде олар қайда шықпайды. Халықтың көзінше шығарасыз ғой, иә? Жоқ, онда келгенде өздерің көресіңдер, бірақ та уақыт керек оған. Ұқтыңдар ма? Болат. Ұқтың ғой? Ерке болат. Ұқтың ғой? Онда жүріңдер. алдында бірақ не туысқандар, мынандай сұрақ болсын.
ана қытайлық кісілер шыдамдық болу керек. Жаман сөз Айтпаймыз, енді өзіміздің қазақтың дұрыс мәдениетіміз көрсетуіміз керек. Керегі жоқ. Ертең қазір жаман сөз айтсаңдар, о да дұрыс болмайды. Сол себептен өзіміздің қазақтың ақшылығы бар, ақ ниеті бар. Соны көрсету керек. Ұятқа батпай. Ақырын, иә, бейбіт түрде, иә. Мен жанда жүздеп еркі болады. Санаймыз қанша болды. Біз Зайсанның аэропортына келдік не. Что-то сыбыс бойынша міне бортпен спецназ әкеп жатыр дейді не. Жаңа халықтың дүрліккеніне байланысты әкеп жатыр ғой деймін, қорғану үшін. 2 КАМАЗ тұр не, погранчастың. Сағат көкте айтшы, ана жерге халық жинап. Әне түсіріп, боеприпастарын түсіріп жатыр ғой деймін. Спецназ. Сағат көкте халық жинап ана жерге. Не, прямой эфир емес Жей. пе? А, жай не істесе? Иә. Спецназдың жігіттері автоматпен ары жарықтарымен. Не болып жатыр орын қалғы? Неге әкеп жатыр спецназ? Прямой эфир нет. Спецназдар. 2 КАМАЗ. Ну, пустой тұр ғой что-то. Автобусға тиеп алған ба? Автобус тұр, автобустың ішінде отыр спецназ.